келіп сізге діндегі правасын качать ететін әйелдің мүлдем қажет жоқ. Ол мейлі орамалда болсын, ол мейлі Құран жаттаған болсын, ол мейлі басқа болсын, одан да сіздің разылығыңыз дейтін, сіздің ата-анаңызға өзінің ата-анасына қарағандай қарайтын сондай жар іздеңіз. Сол жарда қайыр бар. Егер оның намазы, оның жаттаған Құраны, алған білімі, сол нәрсеге оны тәрбиелемеген болса, сіздің ата-анаңызға құрметпен қарауға тәрбиелемеген болса, онда ода қайыр жоқ. Ода ешқандай жақсылық жоқ. Қазір өкінішке қарай орамалды тағып алған, енді мүмкін артық болар бұл әңгіме, орамалды шайтандар деуге болады. Сондайлар көбейіп кетті өкінішке қарай. Орамалды тағып алған, бірақ тойларда секіріп билеп жүр. Орамалды тағып алған қанша отбасыларды бұзып жүр. Неше түрлі өздерінің курстарымен, марафондарымен, басқаларымен әйелдерге үйретіп жатқан. Егер сондайлардың сабағына тойып алған, соны ішіп, жеп, солардың сабақтарын кекірген кезде сол бағанағы марафондарының, әлі курстарын иісі шығып тұрған қыз болатын болса, ол жерден бағанағы екі аяқ киіміңізді қолыңызға алыңыз да қашып кетіңіз. Неге? Өйткені олар нені үйретіп жатыр? Сенің жеке пространствоң, сенің жеке құқығың, сенің самооценкаң, сенің анау, сенің мынау, күйеуің алдында сен анаға міндетті емессің, мынаға міндетті емессің. Қарасаң, бағанағы бірнеше байға тиіп ажырасқан, немесе мүлдем байға тимеген әйелдер қазір біздің әпке қарындастарымызға қалай бақытты әйел болуды, қалай бақытты өмір сүруді үйретіп жатыр өкінішке қарай. Солардың сабақтарының нәтижесінде қанша отбасылар ажырасып жатыр. Жұртқа сабақ береді, жұртқа имандылықты үйретеді, бірақ күйеуінің рұқсатынсыз, мысалы, сапарлатып жүр. Тіпті өкінішке қарай қазір махрамсыз менімен бірге умраға жүріңдер, менімен бірге қажылыққа жүріңдер деп әйелдерді жинап алып, умраға қажылыққа алып барып жатыр. Сол бағанағы блогерлер, сол бағанағы жас әйел қыздар барып алады да, ол жақта әйтеуір ойы, есіл-дерті контент түсіру, тағы басқа қылу. Өкінішке қарай